Баршаңызға тағы да сәлем достар. Бүгін біз бауырдан ерекше дәмді котлет дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге нанның жұмсағы керек болады. Нанның жұмсағын алып, жақсылап ыдысқа салғаннан кейін ұсақтап үстіне сүт құямыз. Сүтімізбен араластырып, біраз уақытқа қойып қоямыз. Ол уақытқа дейін араластырғаннан кейін бір пиязымызды жақсылап турап, майдалап тұрамыз. Бұны 4 бөлікке бөліп, оны блендерда майдаласаңыздар болады. Ал енді бізге қойдың бауыры керек болады. Қара бауырды турап, үлкен бөліктерге турап, кейін бауырды да блендермен майдалап алатын боламыз. Міне бауырымызды өстіп бөліп алғаннан кейін екі жұмыртқамызды бағанағы нанның ұнтағына жарамыз, үстіне жарып, оны бір араластырып қоямыз. Мен тамаққа үнемі үйдің тауығын жұмыртқасын қосамын. Міне сүтіміз әбден сіңіп нанымызға. Енді блендердің көмегімен пиязымызды және бауырымызды майдалап аламыз, ұсақтап. Кухняда менің тапсырмас көмекшім. Міне керемет майдаланды. Енді бұны жаңағы дайын ыдыстағы нанымыздың үстіне қосамыз. Қосып, жақсылап араластырып, келесі пияздарымызды да дәл солай майдалап бауырымыздың үстіне қосамыз. Оны да өстіп араластырып, келесі 3 бас сарымсақ чесногымызды өстіп майдалап салып, иіс беріп тұру үшін араластырып қоямыз осындай әдемі котлетімізге. Және бізде картоп қалды. Бір картопты өстіп бөліп майдалап тазалап, оны да блендердің көмегімен араластырып салмамызға қосып араластырамыз. Ал енді қара бұрыш саламыз, үстіне тұзымызды саламыз, және де тағы бір араластырып жіберіп, екі ас қасық ұн араластырамыз.
Unumuzni жақсылап араластырып болғаннан кейін табамызға майымызды құйып, сіздерге лайфхак, өстіп майымыз қатты күйіп кетпес үшін табамызды кейін жууға қиналмас үшін астына пергамент қағазын төсеп, сұйық май құйып, өстіп котлеттерімізді екі жағын аударып өтіп қуырамыз. Рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар, достар. Өте және тез піседі. Котлеттеріміз дайын болып қалды. Енді қалған бөліктерін пісіреміз. Тура осыда отырып. Отымызды астын қатты көтермейміз. Бір қалыпты пісу керек. Ал енді котлетімізге бір пияз бен томатты араластырып қуырып, кішкене су құйып піскенше астын басып қоямыз. Және де макаронымызды тұзды суға салып, үстіне бір қасық сұйық май тамызып, өстіп пісіріп алып, гарнирге ұсынамыз. Астарыңыз дәмді болсын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар, достар. Көрішкенше сау болыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.